Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, таксистер қауымы. Бүгін қай уақытта шығып таксовать еткен дұрыс, қайсы уақыт ұтымды, сол жайында айтатын боламыз. Енді бұл бөлім көбіне тек таксовкада жүрген жандарға арналады. Таңның атысы, күннің батысына дейін жүретін. Ең бірінші Яндексте жүретін болсаңыздар, индрайверді жүктеп алыңыздар. Оның да бір өзінің артықшылықтары бар. Мысалға делік, қаланың шетіне тапсырыс түсетін болса, мысалы Қаскелеңнен ары Ұзынағаш, одан да басқа елді мекендер, ол жақтан қалаға қайтуыңыз үшін, уақытыңызды жоғалтпас үшін, мысалы бірден индрайверді қосып, заказдар түсетін, ол жақтан тапсырыс түсетін болса, соны алып қалаға қарай жылдамырақ қайтасыз. Сөйтесіз де қалада келіп, ары қарай тапсырыстарыңызды орындай бересіз, сол үшін ғана. Екіншіден, доставка курьер деген қызметті де ұмытпаңыздар. Оның орта бағасы экономнан жоғары жүреді, сол себептен оны да қостыртып алыңыздар. Үшінші, Яндекс басымдылық, приоритетті жоғары ұстаңыздар. Оны жоғары ұстау үшін не істеу керек? Ол жөнінде видео бар, кіріп каналдан көрсеңіздер болады. Сосын мүмкіндігінше эконом тарифті бір паркке қойыңыздар, доставка курьерді басқа паркке тіркелсеңіздер болады. Сол ыңғайлырақ. Болмаса қазіргі парктерде экономды бөлек, доставка курьерді бөлек тіркеп бер деп хабарлассаңыздар, олар сіздерді тіркеп береді. Ол жерде доставка курьерде тек қана сол тарифті жүресіздер. Одан кейін сол доставка курьердің жаңа фото бақылауы бар, басқасы бар. Соның бәрін жүйеге келтіріп, настройкасын жасап қойып қоясыздар. Қайта-қайта несін түймешесін өшіріп қосып жүрмейсіздер, сол жағынан ыңғайлы. Так. Сосын қай уақытта шығу? Таңертеңнен бастап 8:30-дан 9:10-ға дейін геобонустар бар, оны білесіздер, эконом тарифте. Енді ол баяғыда уақыты сәл ұзақтау еді, қазір қысқартып бастаған. 8:30-дан 9:10-ға дейін. Ары кетсе бір 2 заказ үлгеретін шығарсыз. Кейде біреу-ақ болып қалады. Таңертең 8:30-дан 9:10-ға дейін геобонусты орындайсыз, одан кейін коэффициентпен алуға тырысасыз заказды, тек қана коэффициентпен. Таңғы сағат сол 11-12-лерге дейін жанып тұратын жерлер болады. Сосын Яндекс қосымшасында шаруалар бойынша және үйге деген қызмет бар. По делам және домой деген функция ғой. Соны толыққанды пайдаланыңыздар. Мысалға, таңертеңгі алған заказыңыз, тапсырысыңыз коэффициенті жоқ жерге түсетін болса, ол жерден сіз заказ алатын болсаңыз, сізге коэффициентсіз түсіп қалды. Сол себептен қайтадан коэффициенті бар жерге картадан көресіз, кез келген бір нүктені белгілейсіз та, сол жерге қарай шаруалар бойынша белгілейсіз. Сол жаққа қарай бір заказ орындайсыз, коэффициентсіз, ол жақтан коэффициентпен аласыз. Сонда осындай әрекет жасай беретін болсаңыз, 5-6 заказдың өзінде бір 8.000-9.000-нан жоғары сума шығады. Сондай. Так, сосын шаруалар бойынша айттық. Сол қызметті толық пайдаланыңыздар. Ол мысалы платина деңгейін алатын болсаңыз, ол жерде көбірек береді. Көбірек қолдансаңыздар болады. Алтынды алсаңыз, ол жерде бір реттен қолдануға ғана беріледі. Так, сосын 11-12-ге дейін шамасында эконом тарифпен жүрсеңіз, 11-12-ден бастап доставка курьерге өтіңіздер. Өйткені ол кезде коэффициент бәсеңдейді. Енді бір жаңбыр жауып, қар жауып кетпесе, көбіне 11-12-ге дейін эконом тарифінің коэффициенті жанып тұрады. Сол уақыттан кейін доставка курьерге өтіп, асықпай орындап жүресіз, арасында обедтенесіз, тамақтанасыз. Кешкі сағат шамамен бір 8-9-ға дейін сол тарифпен жүресіздер. Бір 10 тапсырыс орындасаңыз, соның өзі жеткілікті. Өзінің берілетін кішігірім бонусы бар Яндексте. Шамамен 1800-1900 теңге 10 тапсырысқа. Сосын
11-ден кешкі сағат 8-9-ға дейін, кешкі сағат 9-дан түнгі 12-1-ге дейін қайтадан эконом жасайсыздар. Эконом тарифке өтесіздер. Ол кезде коэффициент көтеріледі. Көбіне мына Медеу, Бостандық аудандарында байқасаңыздар. Жалпы осылай, осы тәртіппен жүріп көрсеңіздер, байқап көрсеңіздер болады. Доставка курьерде жүрсеңіздер, қатты шаршамайсыздар біріншіден. Өйткені таңнан кеш батқанға дейін адам тасысаңыздар, адам шаршайды. Одан кейін жұмысқа деген ынтасы бәсеңдейді, азаяды, шыққысы келмейді мысалы. Сондай болмас үшін доставка курьерде бір артықшылығы сол. Ал енді күніне 10-15 мың тапсаң жетеді. Басқа жұмысы бар жігіттер, мысалы қыздар, таңғы уақытта 2,5-3 сағат, кешкі уақытта 2,5-3 сағат шықсаңыздар, соның өзі жеткілікті. 8:30 сағат 11:30-ға дейін, кешкі уақытта сағат 9-дан түнгі 12 сол уақытқа дейін жүрсеңіздер, 10-15 мың ойланбай шығарасыздар. Ол бір айдаға шаққан кезде 400 мыңнан асып тұр. Әжептәуір сумма. Сол шамалап осылай, барлықтарыңызға сәттілік, бұзылмаңыздар, тапсырыстарыңыз көп болсын, шайпыл беретін клиенттер көп болсын. Жалпыңызға ассалаумағалейкум.